Сейретіңіз. Руслан Зейтулаев ачлық тұтмаға девам ете. Русияда Егова шартлары ясақланды. Набу сабы халық депутаты Мартыненканы яқалады. Ақшам шырыфіңіз хайырлы олсын эфирде заман. Бүгін апрелінің 21-і ве Қырымыш ғалының 1149 күні студияда Мавиле Мұхтарова чалыша. Хизбут Тахрир давасының мабюсы Руслан Зейтулаев үкімчі қарылғанына қадар ачлық тұтажақ ола. Үкім сәслендірілмесі апрелінің 26-сына ауыштырылды. О 17 күнден берлі ачлық тұта. Прокурор Русланны 17 елға азатлықтан марум етмеге талап ете. Тақатым қалмаса да, ама фікірлерімден вазгечмедім. Мен әр вақыт керчер тарафында олайжам. Мана қол тұтқанлаға мені дарам. Қадылардан үкім ешіткеніме қадар ачлықны тоқтатмайжам. Мана қаршы қабатлар яландыр. Евромайдан соз жемат тешкілеті саяси мабюс Руслан Зейтулаевке қол тұту факциясыны тешкілетті. Оны 2015 сенесі январының 23-інде Қырымда терроризмде қабатлап яқаладылар. Зейтулаев Русияда ясақланған тешкілетінің бөлігіні құрмасында қабатлана. Украина санатор баплары, журналист ве оқу қорчалайжылар акцияда иштирак етіп, Зейтулаевның адында карифлерінен фото чықардылар. Бұл фоторесімлерден левха яптық. Руслан Зейтулаевның ады или бір левха. Оны Украина үшін ачтық. Бұл акцияның мақсады бұл даваға диққатны желпетмек. Бөлі давайлар бар олғаныны, бұл инсан көрешкеніні көстермек, оңа қол тұтмақтыр. Әлбетте біздер бек көрінмеген ішлеріні де япамыз. Мисал оларақ халқыра тешкілатлар, Авропа депутатларына мұражатлар. Олардан Руслан тұтылған апсханер еберлеріне мектуп язмаға режа етеміз. Оңа тибби ярдым көстерілсін істейміз. Оңа бұл ағыр алда яқшы янашсынлар. Очень большая проблема в том, что Украина не знает... Мәселе шунда ки Украина Русия апсханелерінде ятқан Қырым татарларны білмей. Руслан бөле қараманлардан бірісідір. Учақтадан берлі ачлық тұтам менше саяси мабюслерін айтсақ, илкевеля бұақта айтмамыз керек. О ашашамай 50 килограммға қадар азда. Совет апсханесінде ачлық тұтқан Мұстафа Джемилев оны ачлықны тоқтатмаға режа айтты. Адалетсіз махкеме есе девам ете. Менің фікірімше оның ақпында ер-ерде айтмақ керек. Над ним продолжается несправедливый суд, и я считаю, что на всех уровнях надо о нем говорить. Дивлячись на Руслана, я бачу Русланға бақып еллар әвелсі халқы үшін ачлық тұтқан Мұстафа ағаны көрем. Шымды де Русланда халқы Қырым татарлар апсханелерде ятқанлар үшін ачлық тұта. Бұл бір көреш. О апсте олып ішінде көріше. Оның ерше етутып алында. Ама о теслим олмайып бойсунмағананы көстерем. Бізге әді инсанларға да бұл тесір ете. О епімізні көрешке чағара. Не може їх виконати. Русиядегі махкеме Егова шартларына ясақлады. Русияның юқары махкемесі адалет назірлігінің талабына көре тешкілетінің фәлиетіні экстремист деп таныды. Оның мал-мүлкі мұсадыр етілежек деп қарар чықарылды. Русияда Егова шартлары жемиетлеріне қаршы бір қач махкемесінасы девам еткенеді. 2014 сенесі декабрь айында Русияның юқары махкемесі тешкілетінің сайтыны ве 3 китабыны экстремист деп танығаныды. Егова шартлары тешкілеті Русияда 1991 сенесі қайдетілген еді. Діндарларымыз субет кечірмеге, инжир ве тевратны угренмеге берабер топлашмаға девам етсе, артық бұл діни бір фаалиет дегіл экстремист фаалиет деп сайылажақтыр. Украинаның қабарчылыққа қаршы көрешмелі бюросы сабы халық депутаты Микола Мартыненканы яқалады. Оны 2014-2016 сенелері Шарқы дақ ішлеме комбинаты девлет мүйсесиясыне зарар кетірмесінде шеклейлер. Зарар меғдары 17 миллион долларыны тешкіл етмекте. Депутат 8 елдан 12 елға қадар азатлықтан марум етіле біле. 2015 сенесі декабрның 22-сінде Юқары Рада Микола Мартыненканы оның режасына айсасланып, депутат мандатындан марум қалдырған адам. Бұның себебі қабарчылық қавғасы олды. Простою мовою,
Уранның сатын алынмасы ile bağlı yarışını ilan etmege hakkı olmagan devlet müessesesi onu geçirdi. Avstriya şirketi galip çıktı. O bu uranını çıkarmadı. Siyit Dağışleme kombinatı devlet müessesesinden para gelgen son onu Avstriya şirketine yolladılar. Şeklengen insanımız onun aksay boldu. Sonra prokuror dabır şahıs Sergey Переломага şeklengenini tasdikladı. Прокурорами підозрюють ще одному фігуранту. Це Мартыненконың адвокаты Петро Бойко даваны баққан қадыға инанмағанына білдіріп, оны четлештірмеге рича еді. Мен белесем қады Бобровников Николай Вадимович үшін бұйық пей бережек. Малюмки қадырға қаршы набу хадимлері жинай иш ачтылар. О кенде органен бағлыдар. Мен оның чықарajak қарарының тарафсызлыққа ве мұстақылікке инанмайым. Мен белесем о адалетсіз ве қанунсыз қарарны чықарар. Esas Ukrayna'da kali okuf yurtları Kırımlılarını bekley geçken seneden beri onlar için kolaylaştırılgan sistema çalışa. Ondan nasıl etip faydalanmak mümkün jurnalistlerimiz bilmege tırıştı. Bir kere bile pişman etmedim. Gelecekte tarihçi olacak Nikolay Matvichuk öz kararını böyle izatlay. Geçkensine o Tavremili Üniversiteti'nin 4. kursuna geçti. Bundan evvel Kırım'daki Medeniyet ve Turizm Üniversiteti'nde okuyordu. Сентябрь ayında zor idi, binalar yok idi. Kayda koyacağımızı bilmeydik, kasivetleneydik, sonra okuş başladı. Her şey güzel oldu, belediye akademiyasını koştular, binalar peyda oldu, pişman değilim. Nikolay da bir yıl okuyacak, ayrı bir hazırlıkını sağladı. TMU'da derslerge katlamak mecburi değildir. Bizge vazife берелер. Boş zamanımız olganda hazırlanamız. Uyken kurslarda olganda güzel imkanımız var. İş tecrübesi gerek, derslerge hazırlanamız. Tavremili Üniversiteti Kırım Ukrayna programmasında iştirak etken Ali okuv yurtlarının birisidir. Bu merkezler Kırımlı abituriyentlerini kolaylaştırgan sistema boyunca kabul eteler. Geçken senege bakanda tahsil merkezlerinin işi uzatılacaktır. Olar iyunun 19'dan sentyabrinin 30'una kadar çalışacaklar. İnsanın istegine göre abituriyentlerinin soyadlarını gizlemege teklif edildi. Çünkü bazı problemler olganıdı. Kalgan talaplar ise geçken seneden farklanmay. Kırımlılar tışkı müstakil imtihanlarını vermey. Ali okuv yurtunun kabul komisyasına kelmek yeterlidir. Andan Ukrayna tili ve Ukrayna tarihi imtihanları verilecek mekteplerge yolacaklar. Sonra saylangan fakultetke göre zenatının bağlı imtihan olacak. Если у вас есть аттестат за 11 11. sınıf atestatınız olsa getiriniz. Olmazsa zararı yok. 9. sınıf atestatı olsa onu getiriniz. Olmazsa kene de zararı yok. Şahsiyetinizini tasdiklangan vesikalınız olmak gerek. Pasport. Ukrayin Rus olsun doğu şehadetnamesini getiriniz. Yanı okuv yılında TMU'da 4 fakültetinin işini gayrıdan teklemege vade etti. Fizika, kimya, biyologiya ve matematika olacak. Lakin Kırımlılar için bütün zenatlar da açık değil. Kırımlılar tibbi Ali okuv yurtlarına ve Medeniyet Nazirliğinin üniversitetleri kolaylaştırgan sistema boyunca kırıp olamay. Lakin umumen alganda bütün meseleler halledildi. Kanunga göre koçip kelgen studentlerge yatakhane bedava verilmeli ve içtimai stipendiya ayrılmalı. Bu okuv yılında böyle bir şey yok idi. Gelecek sene olacak diye bildirdi Ali okuv yurtunun vekilleri. Olmazsa şikayet ediniz deyip tavsiye etti okul korçalayıcılar. Ali okuv yurtları Kırımlılarını yatakhanelerden temin etmege tırışa. Korkmasınlar. Olarga bir sebepten yatakhane verilmesi Almenda ve Kırım soskibi teşkilatlar bunu bakka. Былтыр esas Ukrayna'daki Ali okuv yurtları Kırımlı studentlerge 1200 budjet yerini vermege hazırladı. Tahsil Nazirliği bu senede olarını eksiltmeyeceğini vade etti. Paralı yerlerinin sayısı sınırlanmay. Роман Спиридонов, Лидия Полянская, Эльдар Тарахташ, Весан Минов. Zaman. АТР.
Президент Украин ве Крым татар киносына қол тұтачағына вәде етті. Петр Порошенко кино ве Украина Медениет фондының құрылмасына девлет ярдымы көстерілмесіне дайыр қанунларды имзалады. Президентінің айтқанына көре бұл қанунлар Украинада фильм япылмасының юкселішіне ве мили медени инкишафына ярдым етежек. Крым татар же япылажақ фильмлерінің масрафларына да девлет қаршылажақтыр. Є принципова і чітка позиція. Принципиаль ве там бір фікрам бар. Украин тілінде олажақ фильмлер ярдым алажақтыр. Екені естесіна Крым татар тілі олажақ. Крым ішғалінден себеп Крым татар халқы оғыраған вазиетіні көзі күне алмақ керек. Це кримсько-татарська. Киевде Золота дзига мукафаты берілді. Илкмелі кино мукафатыны Украин Оскары деп адландырдылар. Намсетлеріні мукафатларнен Украин киноакадемиясы тақдирледі. Тәфсилатлы желефамызда тариф етілі. Кино мукафаты 12 номинацияда берілді. Ярышта 76 фильм намзет көстерілді. Олардан 17-сі сайлап алынды. Мында эм анимацион, эм весихалы, эмде қысқа фильмлер бар. Кино мукафаты иштиракчилери үчүн гүзел бір бакшыш. Бу ресми бір мукафат. Аслында чок күчлүү бір киномыз бар. Гурурланажак, топланажак ве япылажак чок шей бар. Кино мукафатынын мусафыры «Молодость Киев» халқара фестивалінің мудиры Андрей Халпахчы олды. Бұл мукафат Украин киносы бар олғанына көстере. Әрбір мемлекетте 7-8 фильм бар, бөле кино мукафаты бар. Така премія існує. Ну, більше є конкуренція між фестивалями. Фестивальлерінің рақыплығы бар, ама бүгін де бүгін топлылығымыздың бір чоқ проблема бар. Бүгінгі кино бірлікні көстере, бұл пек мұйымдар. Кіноіндустрія демонструє якесь єднання. І це є дуже важливим. Мерасимге Украина Медениет назиры де тешриф бұйырды. Насправді дивним той факт, що Aslında Ukraina'nın umumili кино mükafатının olmağını pek meraklı. Bu büyük bir vakıya, gerekli bir şey. Mında kımıyetke bakınız. Bütün filmlerine bakıp çıkmağa imkanım yok. Men jüri azası değilim. Mında pek hürmet etilgen insanlar var. En güzel film nominasyasında Taras Tkachenko'nun Гнездо горлицы filmi galibe kazandı. Taras Tkachenko. En iyi animasyon filmi mükafatını rejissör Manuk Depoyan'ın Mykita Kojumyaka filmi aldı. En güzel vesikalı film Sergey Bukovski'nin головна rol levhası oldu. Andrei Nepotelyuk'nun Krovyanka levhası en iyi kısa film oldu. Alexey Shandra, Aslan Eminov, Zaman, ATR. Париждегі Елисей аланларында атеш açıldı. Bir politsiya xadimi ilak oldu, da ikisi yaralandı. Hücum etkenlerinin birisini politsiya xadimleri öldürdü. İkincisi Belgiya politsiyasına teslim oldu. Hadise mesuliyetini İslam Devleti terörist teşkilatı öz boynuna aldı. Қалдырымда кете едім, полиция ноқтасы бар еді. İnsanlar полиция микроавтобусының янында тоқталды. Олар Калашников автоматыны алып, 6 кере атеш açtыйлар. Мен салют олғанын түшіндім. Теракт тақиқаты башлатылды. Бұл террорист ұжымы алғанын білдік. Bu bizim sonki haberimiz edi. Rahatlık günleriniz güzel geçsin. ATR ile olыңыз. Görüşmek üzere.